Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді болған Алла тағаланың атымен бастаймыз. Барлық мақтау мадақ әлемдердің Раббысы болған Аллаға тән және оның ардақты елшісіне, пайғамбарымыз Мұхаммедке салауат пен сәлемдер жолдаймыз. Ассаламу алейкум, қадірменді момын мұсылман қауым. Алла қаласа алдағы уақытта мұсылмандардың екі ұлық мерекесінің бірі Құрбан айт мерекесі келе жатыр. Биыл Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы өздеріңізге белгілі Құрбан айттың күндерін белгілеген болатын. Ол 16-сы, 17-сі, 18-ші осы маусым айының осы 3 күнінде. 16-сы күні Құрбан айт қашан басталады деген кісілерге жауап болатын нәрсе, 16-сы күні Алла қаласа осы бүкіл Ұлытау облысы бойынша таңғы сағат 6-да біз мешітте айт намазын оқимыз. Онымен бірге мешіттің ауласында түрлі спорттық жарыстар болады, және де мешітіміздің асханасында Құдай қаласа айт шайы беріледі. Кейін осы айт намазы оқылып біткеннен кейін ғана барып құрбандық шалуға рұқсат. Одан алдын шалып қойған құрбандықтар, олар құрбандық есебінде жүрмейді. Тек қана өзіңізге бейне бір базардан ет алып, өзіңізге сатып алғандай ғана бейненің бір көрінісі ғана болады. Сол себепті осы нәрсеге мән берсеңіздер. Одан бөлек пайғамбарымыз өзінің тағы бір сөзінде айтады, құрбан айт ол 3 күн болады дейді. Ораза айт ол 1 күн. Сол себепті сіздер құрбандықтарыңызды бірінші күні шалуға асығыңыздар дейді. Пайғамбарымыздың бұл сөзінен түсінетініміз, яғни бірінші күні шалынған құрбандық екінші күннен абзалырақ, екінші күні шалынған құрбандық үшінші күнге шалынған құрбандықтан абзалырақ. Яғни құлшылыққа, осы Алланың алдындағы сауапқа асыққан адам, неғұрлым асыққан сайын сауабы да көбірек бола береді. Демек, 16-сы, 17-сі, 18 күні ақшам намазы, яғни күннің батуымен құрбандыққа мал шалу рәсімі де сонымен тоқтайды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осыған орай бас муфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлы өзі де брифингта және де муфтияттың сайттарында, небір мақалаларда осы қой сататын кәсіпкерлерге, осы құрбандыққа жарамды малды сататын кәсіпкерлерге үндеу жасап, малдың бағасын өсіріп кетпеуін өтінген еді. Керісінше адамның құрбандық шалуына мүмкіншілік туғызып, оларға жағдай жасауымыз керек. Енді осы орайда құрбандық шалу кімдерге парыз деген сұраққа келетін болсақ, кімде ақшасы немесе малдың мөлшері нисап мөлшеріне толған болса, нисап мөлшеріне, сол адамға құрбандық шалу міндет. Нисап мөлшері ақшамен 85 грамм алтынның бағасын құрайды. Қоймен 40, ірі қара малмен білесіздер 30 ірі қара мал болу керек, түйемен 5 түйе болу керек. Енді демек құрбандыққа өзі жарайтын малда осы 4-еуі. Біріншісі сиыр, қой, ешкі, сиыр, түйе. Яғни біз түсінетіміз жылқы малы құрбандыққа жарамды болып есептелмейді. Енді қой мен ешкіге келейік. Қой мен ешкі олар бір жастан асқан болу керек. Егер қой бір жасқа жетпеген, бірақ семіз болатын болса, оны құрбандыққа шалуға болады. Ал бірақ ешкі бір жасқа жетпей, бірақ семіз болатын болса, оны болмайды. Ешкінің бір жасқа толуы, яғни содан асуы, бір жастан асуы шарт болып есептеледі. Ал сиыр малына келетін болсақ, оның 2 жастан асуы шарт болып есептеледі. Түйе малы 5 жастан асуы шарт болып есептеледі. Енді қандай малдар құрбандыққа жарамсыз? Осы нәрсеге де тоқталып кетейік. Ертең көбіміз білеміз, өзім имам ретінде де білемін. Базарға шыққан кезде енді мал сататын адамдар бүкіл өзіндегі бар малын әкеле береді. Кейбір кезде адамдар мән бермей қайсы арзан соны ала салып құрбандыққа сойып жатады. Бірақ бізде барлық малдар түгелдей құрбандыққа жарамды болып есептелмейді. Ең біріншісі, пайғамбарымыз өз сөзінде айтады. Көзі соқыр болған, ақсақ болған, ауруы нақты болған, жілік майы, яғни жоқ болған мал құрбандыққа жарамсыз дейді. Яғни көзі соқыр, ақсақтығы бар.
оның үстіне өте арық, жілік майы жоқ дегеніміз, өте арық болған малды құрбандыққа шалуға болмайды. Және де анық ауруы болған малды құрбандыққа жарамсыз ете алмаймыз. Кейбір қошқарлардың мүйізі болады. Егер де екі мүйізінің біреуінің жартысы ғана алынған болатын болса, ол мал құрбандыққа жарамды. Ал бір мүйіздей түгелі жоқ, немесе екі мүйіздей түгелі жоқ болатын болса, онда мал құрбандыққа жарамсыз болып есептеледі. Дәл солай құлаққа да қатысты. Құлақтың жартысы жоқ болса, ол жарамсыз, ал жартысынан көбі бар болып, кішкентай ғана бөлігі ғана жоқ болатын болса, ол мал құрбандыққа жарамды болып есептеле береді. Дәл осындай тістеріне қатысты да айтады. Тістерінің көп бөлігі бар болуы керек, немесе жартысы, немесе жартысынан көбі жоқ болатын болса, онда ол мал құрбандыққа жарамсыз болып есептеледі. Бұлайша айтқан кезде, бұл құрбандықтың малы өзімізге сауап болып есептеледі. Білесіздер, пайғамбардың сөзі бар: адам өзінің қандай малды құрбандыққа шалатын болса, сол малымен ертең Сират көпірінен өтеді дейді. Сол кезде Сират көпірінен өту үшін адамның малы дұрыс, сау, ешқандай бүкіл аурулардан ада болғаны әлбетте жақсы болып есептеледі. Сауаптары да, Құдайдың құзырындағы амалы да жақсы болу үшін. Енді мынандай мәселе бар. Көп адамдар осындай сұрақ қояды: бір қой бір отбасыға жарамды ма дейді. Иә, біз айтамыз. Бір қой жалпы бір отбасыға жарамды болып есептеледі. Бір қой. Және де егерде бір отбасында еркекте, әйелде жеке жұмыс істейтін, әрқайсысы жеке бір кәсіпкер, жеке өзінің бір кассасы болатын болса, яғни көп мөлшер, онда жеке сойғаны да абзалырақ болып есептеледі. Осылай істегенде әлбетте жақсы. Ал енді ірі қараға келетін болсақ, оны 7 адамға дейін бірігуге болады. Түйені де, сиырды да 7 адамға дейін. Енді 7 адамның барлығының ниеті дұрыс болу керек. Барлығының ниеті ет алып қалайын емес, бәлкім Құдай үшін жерге қан ағызып, қан тамызайын деген бір ниет болу керек. Өйткені пайғамбарымыз не дейді? Бұл күні, құрбан айттың күндері, адам малды сойып, қан ағызудан басқа ешқандай бір артық амал істей алмайды. Сол амалы сияқты Құдайға басқа амалдармен жақындай алмайды дейді. Құрбан айт күндеріне қатысты. Сол себепті барлық құрбандық шалып жатқан адамдардың ниеті түзу болу керек. Ал енді 7 адам бірігіп, біреуінің ниеті түзу емес болса, құрбандықтың қабыл болмай қалуы қаупі бар. Енді тағы да мынандай сұрақтар туындап жатады: бір қойға 3 адам біріксе бола ма деп. Жоқ, бір қойды бір отбасы ғана шалады, немесе бір адам ғана шала алады. Қойға бірге алмаймыз. Енді келесі сұрақ туындайды: қойдың етін, немесе шалған малдың етін не істейміз деген кезде біз айтамыз: міндет емес, бірақ сүйкімді, жақсы көрілген болып саналады. Оны 3-ке бөлгеніңіз. Бір қойдың етін 3-ке бөліп, біреуін өзіңізге алып, біреуін мұқтаждарға беріп, біреуін бір туған туысқандарыңызға таратып берсеңіз, бір көршілеріңізге берсеңіз, нұр үстіне нұр болып есептеледі. Ал енді бұндай да жағдай табылмаса, жалпы құрбандықтың өзі бір үлкен ғибадат болып есептеледі. Бірақ та мен сонда да бір кеңес етер едім: бір көршілеріңіздің, туысқандарыңыздың қал жағдайын білдіртіп, сөйтіп сұрасаңыз, оны мұқтаж ретінде көрмей, жалпы звондап, ет берейін деп едім, құрбандықтың етін бөлу керек екен ғой деген сондай ниетпен берейін деп едім десеңіз, немесе асып үйге қонақ қылып шақырам десеңіз, нұр үстіне нұр болып есептеледі. Осындай амалдарды істеп қалуға тырысыңыздар. Құрбан айттың бүкіл сұрақтарына жауап берген секілдіміз. Соңында мынандай ғана мәселе қалды. Бұл енді 5 уақыт намаз оқитын адамдарға әсіресе қатысты. Біз білеміз, ертең 15 күннен бастап Арафа күндері басталады. 15 күні Арафа. Бізде қазір Қазақстандағы бүкіл жаңағындай қажыларымыз бар. Биыл 5079 адам Қазақстаннан қажылыққа аттанған болатын. Олар енді 15-ші осы маусым күні олар Құдай қаласа жаңағындай Арафа деген жерде тұратын болады. Арафа деген жерде. Ол сондай қажылықта міндетті болған, тұруы міндетті болған мекен. Айттым келгені, біз сол 15 күннен бастап
такбир ташриқ деген нәрсені айтамыз. Такбир ташриқ. Ол 5 күн бойы айтылады. 5 күн бойы айтылады. 23 рет айтылу керек дейді. Соңғы күннің ақшам мен құптан намаздарында ғана айтпаймыз. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд деген осындай ұранды әрбір парыз намазынан кейін 3 рет, 1 рет айту міндет, 3 рет айту мұстахаб, яғни жақсы көрілген амал болып саналады. Осыны да ұмытпаңыздар. Алла тағала баршаларымыздың құрбандықтарымызды қабыл етіп, тілеп жатқан дұға тілектерімізді қабыл етіп, отбасыларымызға аманшылық берсін.